Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгін сүт және сүт өнімдерінің пайдасы мен зияны жайында айтатын боламын. Сүт өнімдерінен бас тарту остеопороз ауруына әкеледі. Күнделікті тағам рационында сүт өнімдерін алып тастау қажет. Басқа диетологтар арасында мұндай пікірлер айтушылар өте көп. Олар негізгі екі уәжді келтіреді. Сүттің құрамында денсаулыққа пайдасынан зияны көп заттар бар. Ересек адамдардың ағзасында сүт өнімдері дұрыс қорытылмайды. Осыған орай сүт өнімдерінің адам ағзасына зияны мен пайдасы туралы толығырақ айтып кетеміз. Ересек адамдарға қышқыл сүт өнімдері зиян ба? Мамандардың айтуынша сүт пайдалы немесе зиянды бөліп жаруға болмайды. Мәселен, өнімнің сапасы мен оның тұтынатын адамға байланысты. Дәрігерлер азық-түлік өнімінің бұл түрінің әртүрлі жастағы адамдарға маңызы зор екенін алға тартады. Ересек адамдардың ағзасына зиян екенін жоққа шығарады. Сүт өнімдері ағзаға оңай сіңетін ақуыз бен кальцийге бай. Сүт өнімдерінің тұтынудан бас тарту остеопороз ауруының пайда болуына әкеледі. Тіпті ағзаның лактоза мен сүт қантын қабылдамайтын жағдайда да дәрігерлер таза қышқыл сүтті тағамдарды, мысалы йогурт, тұтынуға кеңес береді. Бұл ағзаға қажетті мөлшерде ақуыз бен кальцийдің сіңіруіне өте қажетті дейді ресейлік дәрігерлер. Сүттің пайдасына тоқталатын болсақ, салмақты сақтауға және бұлшықетті өсіруге көмектеседі. Артық салмақпен күресіп жүрген жандар үшін сүттің пайдасы зор. Диетадан кейін салмақты бір қалыпты сақтауға, бұлшықет массасын жоғалтпайтын өсіру үшін ағзаға тағаммен берілетін микроэлементтерге, ақуыздарға өте бай. 100 грамм сиыр сүтінің шамамен 3,2-3,5 грамм ақуыз бар. Мұндай ақуыздардың сіңу коэффициенті 1-ге тең. Бұл барлық қажетті амин қышқылдарын қамтып отырған сүт ағзаға толығымен сіңеді деген сөз. Сонымен қатар сүт инсульт және жүректің ишемиялық ауруы қаупін төмендетеді. Сиыр сүтінің майлары шамамен 63% құрайды. Олар жүрек пен қан тамырларының үшін зиян деп саналады, бірақ ғылыми дәлел жоқ. Керісінше ірімшік, майсыз сүт және қышқыл сүт өнімдері инсульт пен жүрек ауруларының қаупін төмендетеді. Бұдан бөлек сүтте 4,75%-ға дейінгі жүрек пен миға пайдалы май қышқылдары болады. Бұл қышқылдардың тек көктем және жазда құнарлы шөппен қоректенетін жануарлардан көп бөлінеді. Және сүт сүйектің сынуына жол бермейді. Сүйек пен тіс күшті және сау болу үшін ағзаға кальций қажет. Сонымен қатар бұл макроэлемент және қан тамырларының, жүйкенің және гормондардың жұмысын қатысты. Адам ағзасында кальций жетіспеген кезде денсаулығының сыр бере бастайды. 100 грамм сүтте 122 миллионға жуық кальций бар. Сүттегі кальцийдің лактозасында Д дәруменіне және фосфордың арқасында ағзаға жақсы сіңеді. Сүт егде жаста мидың жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Сүтті жақсы көретін егде жастағы адамдардың миында глутатион көп болады. Бұл мидағы жасушалардың бос радикалдардан қорғайтын күшті антиоксидант. Сүттің зияны. Сүттің адам денсаулығы үшін пайдасы зор болғанымен кей жандарға кері әсер етіп, зиян тигізу ықтимал. Қатерлі ісіктің дамуы қаупін тудырады. Сауылатын буаз сиыр сүті эстроген мен прогестерон көп болады. Мұндай сүт адамның гормоны жұмыстарына кері әсер етеді және аналық без, кеуде, жатыр, қуық қатерлі ісігінің дамуының қаупін арттырады. Сондай-ақ сүт асқазанның кебуін туғызады. Ағзаның қабынуын процестерін ықпал етеді және қышқыл ортаны құрайды. Ас қорытудың бұзылуы мүмкін. Сүттегі көмірсулар лактозамен беріледі. Лактозаның бойға сіңіру үшін ағзаға лактоза қажет. Егер бұл ферменттер жетіспесе, лактоза толығымен қорытылмайды. Демек, сүт өнімдерінің қолданғаннан кейін 20-30 минуттан кейін диарея болып, жүрек айну, құсу, іш бұлшықеттерінің тартылуы мүмкін. Ағзаға лактозаның қабылдай алмайтын адамдарға емделуіне қажеттілік жоқ. Тек тамақтың рациондарын сүт өнімдерін алып тастаған жеткілікті. Егер денсаулықта келесі проблемалар болса, сүттен бас тарту керек. Лактозаның қабылдамау, гормон жұмыс бұзылған немесе жатыр, аналық безі, кеуде, қуық обыры болғанда, мұндай адамдарға сиыр сүтінің орнына күріш, кокос, бадам және жаңғақ сүтін тұтынған жөн.
холестерин жоғарғы адамдарға май үлесіп азайту керек. Сондықтан олар майсыздандырылған сүт сатып алу кеңес беріледі. Сарапшыларымыз белгісі нақты емес сүттерді алмауға кеңес береді. Себебі жаңа айтып өткенімдей, қандай сиырдан сауылған сүт, может сиыр ауыратын шығар деген сияқты сүт арқылы да ауру жұғу әбден мүмкін. Ал супермаркет сөрелерінде сүт неге ұзақ уақыт бұзылмайды? Көпшіліктің арасында ұзақ мерзімге жарамды сүт пайдасы жайлы күмәнді пікірлерде кеңінен таралып келеді. Тұтынушылардың пастерленген сүтте ағза үшін пайдалы минералдар мен дәрумендердің жойылатынын алға тартуда. Ал сарапшылардың айтуынша заманауи зауыттарда жоғарғы деңгейде асептика мен өндіріс талаптарына орындалған кезде ғана шығарылған сүт пайдалы қасиеттері сақтай келеді. Дүкен сөрелерінде 2 аптаға дейін мерзімге жарамды болады. Ал достар, видео ұнаған болса лайк басып комментарий жаза кетіңіздер.